ашылды. Ассалаумалейкум, қазақ елі. Бүгін 8 қаңтар. Мен қоғам белсендісі Аштаев Жанмұрат. Бүгін саяси қудалау көріп жатқанымды мәлімдегім келеді халықаралық құқық қорғаушыларға. Яғни полиция қызметкерлері заңсыз тоқтатып, құжаттарымызды тексеріп жатыр. Жаңағыдай не себепті тоқтатқанын айтқан жоқ. Өздеріңіз таныстырып өтсеңіз, мен өтірік айтқан жоқпын. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Өтірік айтпаймын, мен өтірік айтпаймын. Сөйткен ұлттық қауіпсіздік қызметі мен жол патрульдік полициясы бірге осы мектептің алдында қудалауды өтіп есептеймін. Оны түсірмей-ақ қойып. Старший лейтенант Ысқақов Тауби Сапарбекұлы, старший лейтенант, жол патрульдік полициясы. Жаралым тұтынады. Айттым? Полиция лейтенанты Қалдыбеков Қуаныш Анабекұлы. Жол патрульдік полициясы жаралым. Атап өткен екі полиция қызметкерлері қазір менің белсенділігім үшін мені қазір қамауға алып жатыр. Өзім 7 бала шағам бар. Алайда мен осы жатып алып осы көлікпен бағуға сәл берді, дауыс естімей қалады. Бағуға мүмкіндік бермей жатыр. Билік өкілдері жаңа мен билікке жаңағыдай жер сатылмасын, жалақы көтерілсін деп талап еткеніне байланысты жаңағы осы ұлттық қауіпсіздік Шымкент қаласының ұлттық қауіпсіздік қызметімен жол патрульдік полиция қамауға әрекет жасап жатыр. Мен саяси қудаланғанын мәлімдеймін, құрметті халық. Мен онсыз да осы уақытқа шейін қаңтар оқиғасы бойынша шықтым. Сонда да қоймай кеше 16 желтоқсан күні полиция қызметкерлері ұлттық қауіпсіздік қызметімен келіп, үйге келіп, менің жақын арада қамалатын туғанын ескерткен тұғын. Жаңа менің саяси көзқарасым үшін осыған байланысты алдағы уақытта билік ауысқан кезде осыларға халықаралық іс жүргізулеріңізді сұранам. Заң аясында бұл қызмет бабын пайдаланып жаңағы билік өкілдерінің қылмыстық жауапкершілікке тартылуы